Короче, достар, мен кімнің үйінде тұрмын білесіңдер ма? Кімнің үйіндеміз? Әрине. Майк Миллер. Қош келдіңдер. Ағайын бізге келіп жатсыңдар ма? Ранчо в жизни ғой. Мал шаруашылығына шығамыз ағайын бұйырса. Дайынсыңдар ғой. Видеоға лайк басып қойыңдар, так что. Миллер шошқа асырайды қазір. Өмірде болмайды. Ақтауда шошқа ұстап жүруге болмайды, білесің ба не дейді? Ол қандай жануар? Бүйтеді. Ол харам. Міне достар, Майк Миллердің бөлмесі оны. Йо-май. Бердім осы комнатаны бүгін. Смело, любой келген кезде осы мынандай күшті қонақтардың барлығына осы комната бұйырады. Всегда. Міне мына жерде бізде легендарный Балабай деген. Мынаны 2018-де алдық қой, сен 2018-де алдың ғой да? Шамамен, иә. Шамамен да, сол мен де сенен кейін біраз деген алдым ғой тегін. Короче, мына жерде біз ранчо симуляторды ойнаған кезде Майк Миллер осы жерде отырып ойнайды. Дәл мына жерде. Асты Наруто болып адамды айтайын ба? Мынаны сәрсенмен Лео келген кезде өлтір. Каждый блогер өзінің несін қалдырып кетіп отыр ғой, бір ізін қалдырып кетіп отыр ғой. Сендер қара енді, мысалы сенде андай бар, сен бүйте аласың, жүгіріп келіп солды тиіп аласың. Мына қамба таң кеткізіп. Мынаны түгел шейіп кетсең болды деу. Мынадан бастап тиесің ғой. Сол кезде айтып жүремін, Нони келген кезде мына процессорым бүйтіп атады да, келесі келген адамға айтамын, Нони тиіп өтті. Достар, осындай енді. Енді мына жерде бәрі әдемі енді. Бірақ бір нәрсе малский болып тұршы, достар. Табыңдаршы, не нәрсе екен. Андай картинкалар бар ғой, найди отличие деген сияқты. Бір өзгешелік бірдеңені тауып беріңдерші. Мына рабочий стол әдемі болып тұр, бірақ бір зат малский болып тұр да. Өзім ойлап қалдым. Мына мышка ғой. Мына мықты мышка ғой. Цветі қаршы жамайын, рабочий столмен цветін бірде болып қойдым қара. Енді не цвет, мынау малский цвет қой мынау. Мықты мышка ғой? Жоқ, мышка мықты шығар. Цветі малский дыр. Расцветісі бар Кім ғой. подарить еткен білесің ба? Арман ғой. Пірманов па? Жоқ, Арман би. Арман би ма? Ликвидатор ғой. Ликвидатор ма? Ликвидатор. Вот, мен сені онда күтпедім. Қарасын беретін шығарды біледі. Сен деген андай нормальный жігіт едің ғой, Арман, ема, шапалақ. Арман жұдырық, ема. Қойсашы Арманды, нормальнысын берсен. Соғын о, не нау? Арман, новайын берсен ғой, қарасын. Сен наны жөндеу керексің сен. Қарасын елі ағын жіберу керексің ғой Миллерге. Новый, просын деші. Просын. Әйтпесе нау дейтін, сен Атыраудың атына кір келтіріп атсың ғой. А так, нау. По удобству бәрі. Что за компания? HyperX. Біздің HyperX дер ма? HyperX. Автоматты видео тұратын беретін болдық қазір. Міне достар, микрофон. Керемет микрофон. Кстати, дәл кімдікін, но екеуміз неміз бір артындағы не. Аппаратура ма? Аппаратура, аппаратура бір бізде. Онда кабель менеджмент жүргізу керек, а так бәрі осы. Мына үлкен алып қойдым, бірақ сенен. Ана негізі кішкентай мал берім бір еді. Мен просто джойспенен бір қолдым да, осыны. Екеумізде қасқа. Содан қарадық қой. Екеуміз бір жерден көріп алып, бәрі бір жерден ойнап. Сол ғой. Енді достар, бүгін бізде бұл ролик андай ролик қой, типа мен Ақтауға келдім бүгін. И кішігірім влог, бір жағынан рум-тур Миллердің үйіне. Біз 3-ші этажда отырық, бұл мажик достар, үлкен сарай особнякта тұрады. 3-ші этажда өзінің бөлмесі, астында 2 этаж бар әлі. Даже негізі алып қарасаңдар достар, 4 этаж бұл үй. 4 этаж. Сондай бай тұратын шіріп кеткен. Олай емес енді. Бай да шіріп кеткен. Шірген бай болсам, сен мысалы GoPro болу керек еді. Менде Xiaomi, сенде GoPro. Xiaomi. Вот. Сондай рум-тур бүгінгі видеода. Рум-тур плюс влог. Менде рум-тур түсірмін. Далаға шығамыз, туда-сюда, Движниковый. Короче, осындай вайбовый, өзіміз бұлай. Ақтау қаласына сендерге жалынды сәлем. Майк Миллердің үйі, рум-тур плюс влог. Осы видеоға лайкты аямай басыңдар. Біз әрі қарата кеттік. Запись басылып кетті, 0.05 деп жүріп отыр, дұрыс па? Иә. Негізі жанындағымен қосу керек па? Тупоймын ғой мен. Ағайын біздер сағат 4 болды.
4. Мен шашым быт болып жатқан шығар, ренжімеңдер. Бір муз сеуіп жіберем, мен нормально болады, білесіңдер ғой. Шашым четко қылып аламын ғой. TikToктағыдай. Бізде Нони ұйықтап жатыр. Шіріп ұйықтап жатыр. Потому что жолдан келген, оказывается, 3 сағат ұйықтап келген екен. Еще кешке ол монтаж жасайды. Еще біз қыдырып үлгерген жоқпыз. Сол үшін бүгін план көп. Нони тұрғызу керек, а Нони тұрмайды. Нони. Нон десең тұру керек ол. Келіншегі нон деп айтады. Тек мен айтамын, келіншегі айтады. Екі адам айтады, нон деп болған. Тұрғысы келмейді. О, светтің бәрін қосамыз. Колонка жоқ та, жалко колонканы беріп жібердім. Ата колонканы болғанда жарым өлең қосатын едім. Че, қалай ұйықтадың, нормально? Жақсы ма? Йоу, ранчо. Ранчоның браттары. Қырғын адам жастырақ, бізге неге? Мана мен докатка деп айттым ғой, не үшін ұсталдық ровд-ға деп. Осыдан 2 жыл бұрын келген кезде Нони екеуміз ровд-ға ұсталған болатынбыз. Білетін адамдар болса комментарийге жазып кетіңдер, не үшін ұсталғанымызды. Білмесеңдер, онда жазып кетіңдер. Иә. Көттер оқысыңдар. Все солай, короче, братва. Көрсеміз ғой. Бұйырса. Бүгін еще білесіңдер ма біз не істейін деп жатырық. Оны видеода көрсетеміз ке. Қыздарға барамыз. Иә, қыздарға барамыз. Жо бармаймыз. Иә деп пұң. Бірдеме қарап отырмын. Ну не, әлі киімін шығармаған не бар ішінде. Давай обзор сенің сумкаңе. Блогта. Бүгінгі блогта бізде бьюти обзор болады Нониден. Бьюти обзор. Бьюти ба. Так көрейік, давай. Бұл бізде бірінші... Мен боксерский бірдеме деп тұрмын. Жоқ, не ғана? Қыздың көзі қызылдады. Короче, қазақтарда хит. Не, но? Барсетка. Барсетка. Бүйдесін. Шығарасына барсеткін қолда. Чота, родной, чота. Сүлгі. Сүлгінің цветі менің сияқты кен, Нони. Сенікі менікі. Сенікі мен сияқты. Сенікі менің сияқты, короче. Болды, сенікі менің, а сен монтаж жасайсың деп, білем алып тесің ол менікі. Достар, мынаның ішінде бағалы материал бар. Білесіңдер ме не? Ранчо симулятордың келесі бөлімінің видеосы бар, монтаж жасау керек осының ішінде. Джеги, менде бір план бар. Мысалы, бүгін сендер Ақтау қаласындасыңдар ғой. Қазір мына флешкасын ұрласаңдар, ақша сұрасаңдар болады. Мысалы, Нони, 1 миллион теңге берсең, флешкаңды қайтарам десеңдер ғой, береді. Потому что ранчоның контенті ең бағалы контент қазір. Айтайын ба? Мә берем. Өйткені оның копиясы оригинал компьютерде тұр ғой астада. Ема, бәрір. 2-3 күн өтірік жүрегін ауырта тұрасыңдар ғой. Гамаж. Неге гамаж? Бұл Астанада емессің ғой, Нони. На всякий. Сосын, нақта, мынандай паста. Болды ма не? Щетка, иә. Мынау бар, прикол болды. Болды. Ештеңе жоқ басты. Болды, бьюти влог бітті ағайын онда. Мен бір ішінде бір мощный бірдеме жатсам, помада да ондай жоқ екен. Бұда бір мощный влог болады, егер Нони бір ниеттеніп 1-2 жылда салып қалса. Білесіңдер ол қашан салатын Нони? Мен айтайын ба қашан салам? Мен брейкдэнсна. Мен ответкісін берем. Қара, құлап жүрме, бәбәңк деп. Бейт бастайсың. Қара. Видеоз ғой ма? Мұна не бізде хитпей, кстати, мынандай үйге бар. Видеоз ма? Фильманы қысап, ой-бой дейсің, бір қолға тұрасың да. Так что, қазір лайк басып қойыңдар, или біз білесіңдер ғой не істейтінімізді. Аяқтан түсір, аяқтан. Аяқтан түсірейін не. Оса! Бәк, тіпті лесін саулап қолса да. Контент. Достар, біз көшеге шықтық. Мен кішкене мызғып алдым. Балабайдың үйі. Кішігірім рум-турды кешке жасайын, достар, қазір. Көшеге кетіп баратық. Опа, мына четкий пацан болып киініп алған ғой, ема. Видеоны соңына дейін көріңдер. Қазір бұйырса, алдағы уақытта рум-тур майк мейлердің үйіне.
Балабайдың үйін көретін боласыңдар. Міне дәл үйінің алдында бізде керемет Lamborghini. Көлікке отырайық. Короче, мен GoPro'мның астындағы ұстайтын несі жаңағыдай. Ұстайтын заты сынып қалған ғой. Сол себепті қолыммен ұстап жүрмін да бүйтіп. Жанындағы микрофондарды өшіртсем үшін. Қай район мынау? Бұл 16-шы район. 16? Иә. 16-шы микрорайондамыз біз. 16-шы микрорайонда тамақ жеуге жатыр күшті жерден. Тамақ жеуге келатыр, иә. Мейлер қоймады, короче. Предлагать етіп атым өзім. Осы жерден. Карамель деп қоймай жатыр. Походу осы ресторанның амбассадоры сияқты. Келісіп алған, короче. Мен амбассадор емеспін, просто өзімнің личный нем рекомендациям да. Өзің жеп жүресің ба осы жерде? Жақтан жеймін. Соңырың қалайсың? Соңғы жеймін. Сол. Мына жерде біз алдында Миллердің тойы болған кезде мына домда жатқанбыз біз, арендовать етіп, мына жерде кишмиш деген неде тамақ жеген. Қандай жерде тұрдыңдар мұны не? Сол ғой. Бір комната ғой. Міне карамель дейді. Карамель. Достар, менде ешқандай стабилизация жоқ. GoPro'ның өзінің тікелей стабилизациясы. Кірдік алғыш. Влог түсіріп жатыр. Біз влог түсіріп жатыр. Мен қазір күшті тамақ жейміз. Ұнайды деген ойдамын мына неге. Достар, мына екі персонаж бір жерде көрген сияқтысыңдар ма? Бірге. TikTok'тағы. Керемет би билеген бұл кісілер. Вот. Тамақтанайын деп жатырмыз қазір. Күшті тамақ. Қуырдақ жейміз. Күшті жерден. Миллер мақтап қоймай жатыр десеш? Айтамын да, мына осы жердің амбассадор, походу ше. Рекламасы. Жоқ, реклама жасамаймын ғой. Амбассадор. Мен ешқандай ақша да алмаймын ғой деген. Жалпы рекламаға түскен. Жоқ, түстім, мен түскен жоқ рекламасын. Түскен жоқсың. Жоқ, өзім андай үймен түстім ғой. Типа по-братски да былай, өзім жасамаймын. Осы жерді мақтап қоймады, Миллер енді осы жерден кеп қуырдаған жейтін боламыз. Короче, достар, біз тамақтанып алдық. Тамақ жеп отқанымызды түсірген жоқпыз, өйткені араларында Қарны ашады. қарны аш, жұмыста отқан немесе үйінде жағдайы болмай, тамаққа ақша таппай отқан адамдар болуы мүмкін, сондықтан күлмеңдер. Мен бір андай бір не айтып жатсам? Жоқ, мағыналы кәдімгідей андай бір серьезно айтып жатсам, мына екеуі дейді деп тұр ғой күліп. Бұларға бәрібір бар ғой. Бұлар халықтың жағдайы, бұларға бәрібір бар ғой. Моральный зат айтады деп ойламаймын. Жоқ, пайда шын ниеттің құрсын айтып жатқан. Сол ғой, оны біз жеп жатырық, біреулері жей алмай жатқан болуы мүмкін, сондықтан түсірмедік та, достар. Біз мына жерде келдік, бильярд ойнауға келдік. Бізде мына ескі айрам дейді бильярдта. Нонин көрекене бар ғой, қонақ болып кішкене істейміз ғой. Үлкен или кішкентай? Анау ма еді? Үлкен тесік, мынау ма? Оңай. Осыны ойнаймыз а? Оңай. Бірақ мына жер кеткен екен. Короче, достар, мынандай бильярд бар екен. Ана жерде бізде классический тұр, үлкен. Мынау бізде миниатюрный, тесіктері үлкен, мына жерге түсіру оп-оңай. Иә, осы оңай бильярд ойнайтын боламыз қазір. Мынау енді, достар, бұған көңіл бөлмеңіздер. Ранчо симуляторды күтіп отқандар бар ма араларыңда? Ауыл шаруашылығын бұйырса шығады. Ескі, короче, біреуін салды, түсіріп үлгермедім. Салған жоқ? Ма тағы да түсті ма не? Сатып алған бәрін. Енді менікі полностью андай полосатайлар. Сатып алған. Іште сатып алған. Ережесін біледі екен еше ойнауды. Ақ түсіп кетті. Штрафта? Ана түсірген алмайсың ба? Шығасың біреуін. Жоқ, мен Өзің таңдап аласың. өзің қоясың. Любой жерге ма? Мен ғой екінші. Сен судья болып отыршы. Жоқ, сен үшінші ғой, жаңа өзің айттың ғой. Мен екі ғой. Енді бастадың? Енді бастадық қой. Давай, ешкім. Маған асыш. Әкемен түсірейін. Сен, короче, полныйларды саласың. Бізде. Любой жерге қойма. Изи ғой. Мына жерге қойдым. Мына жерге ма? Қазір тұрыңдар. Мен вообще ойланбай сала салам қара. Қара, бірден ойланбай. Ойланудың қажеті жоқ. Ойлануға мұршам жоқ деші. Штраф деші. Штраф қой, любой жерге қоямын ғой. Екеуміз бірге алайық оны.
Короче, Мен не жақсы. бар ғой. Потому что тек либо мынандай, либо мынандайлар салу керек та. Біз екеуміз, короче, мынандайлар салу керекпіз. Мысалы. жоқ өзім білемін. мына екеуі маған жаулайын деп жатыр. қаран салу ғой. Достар, ақтаускилар маған жаулайын деп жатыр. Қонаққа жабылайын деп жатыр екеуі. Не қылу да? Не қылу. бір рет жерге тигеннен қозғау Меню бар. Все, ехал. Мынаны түсірмекшісің ба сен? ей көрсін сен Ой. тезір қолым жүрмей тұр суға батырған ғой жаңағы жыршын жаңағы суға Тіреп қала береді ғой. Перчатка жоқ па мына жерде? ақ перчатка мінгенсің ғой Қараңдар достар, мына пауза болады. изи ғой бір орында қалдырып тастадым еще до того мен қазір сондай неме өнер жүрмін ғой Міне ішінде тұрмын. қарағанда Дода. Қайсысын түсірмекшісің сен? жоқ ұрам ғой қатты басқа вариант жоқ мен біреуін ұрған ба Сол ғой біреуіне тиген ғой. идеально Так, сенен кейін мен ба сонда? қалай сен Сендер екеуің бірге боласыңдар ғой. иә а сен екі реттен атасың иә Мен екі рет тұрамын, сендер біреуден. иә дұрыс Так, мен тек полмиларды түсіремін да. иә Спокойно, спокойно ғой. Салдың ба? біреуін салдым біреуін салған жоқпын Қараңдар, мынандай түсіруді көргенсіңдер ма? ой әдемі да жаймен да Короче, не бар. не бар Сушниктардан кола бар, лимонад бар, тархун бар. Қайырлы күн достар, жұма мүбәрәк болсын. Бүгін бізде жұма 24 ноябрь. Біз көп затты түсірмей қалдық достар. Мен негізі ұмытып кетіп жатырмын ше, GoPro-ны қосып, әрбір моментті түсіріп отыруға. Міне бізде Майк Миллер. Өзінің темір тұлпарымен. Мынау не жақ қой? 17 жақ қой. уже 17 Иә, мешітке келе жатырық, Миллер екеуміз. Құдай қаласа қазір намаз оқып аламыз да, сосын тамақтануға барамыз. Ұмытпай видеоға лайктарын басып отырыңдар достар. но не қоймайды алдында келген кезде бір жерде күшті тамақтар бар деп соны көрейік Иә, Ақтауда бір керемет жер бар. Мен тегін реклама жасаймын оларға. Өйткені алдыңғы келгенде сол жерден 4 күн мен тамақтанғанмын. өте арзан да еще не Өте арзан, өте дәмді тамақтары ше. 17-ші микрорайонда. Қай дом анау? Нешінші дом еді? мә дом білмеймін мен 17-ші микрорайонда, жолдың бойында 17 мен 16 Кишмиш деген не бар? Тамақтанатын жер бар, Кишмиш. Вот, сол жерге барыңдар. Действительно, Ақтау қаласында Кишмиш мощный. Енді Ақтау қаласының мешітіне келіп жатыр. Жаңа мешіт па? иә жаңадан салынған мешіт біздің жаңа районда 34 шақырымда 34 мешіті дейді 33-тің дейді әртүрлі қойдық мына жерде мешіт негізі ержан қазірет мешіті ғой Достар, біз Кишмишке келдік. Біздің сүйікті жер Ақтау қаласындағы менің сүйікті жерім. Енді Миллер енді көрейін деп жатыр дәмін. Маған көрші ме? Серьезно айтамын саған. Дерзкий ғой. Дәмші. Алдын ала кешірім сұраймыз достар. Кім қарны ашып отыр, кімде мүмкіндік болмай отыр тамақтануға. Кешірім сұраймыз шын жүректен. Бірақ енді влог болғасын әрбір моментті көрсету керек да. иә кеспей ақ қойын да Кеспей ақ қойшы шима. Жей өрсен бірдеңе. иә бисмилля Мына манты чотко. обедтің кезінде четко екен Конечно. мына ішін қараңдар буланып кетеді ашып бар ғой камера Саған $1 миллион берем десе ше, 20 штук манты десе, тауса аласың ба? білмеймін оның иә Оның иә ма? оның иә 20-сы вряд ли майлы ғой тұрып қалды сияқты қазір уже алтауынан кетті мына алтауының өзі көп қой бізде еще біз сосиска в тесте жеп жатырмыз Сол ғой. Біздің сет менде кофе 3 в 1, 6 манты, аш халапеньо бар, сосиска в тесте бізде нанның орнына. Мощный да? Так что кім Ақтауға келеді, осы 17-ші микрорайондағы Кишмишке келіңдер смело. арзан әрі тәтті Тамақтанып алдық. Енді біз Дәулет Балабайдың жеке клиникасына келдік. аның екеуміздің қара BLB клиник BLB клиник.
Короче, мына Майк Миллердің, бұл енді мажық қой достар. Білесіңдер, бұл Ақтауда кән миллиардер бұл. Бұл менікі емес, Алланікі. Иә, әрине, бірінші Аллахтың арқасында. BLB енді Балабай деген сөз ғой. Балабай клиник. Өзі отбасысымен осындай дәріхана емделетін. Бұл емделетін орталық. Бұлай негізі дәріханасы да бар да. Бірақ основной емделетін орталық. Біз бұлай сатамыз, не істейміз ғой? Адамдарға келген адамдарға, чтобы негізі клиника. Клиника. Кішкене су. Мына жерде нелердің бәрін алып тастадыңыз аман? Ұлғалдан кетті, кеше соның кесіріне алып тастадық. Негізі нәқтің бәріне процедурымыз. Әлі іс жүріп жатыр ғой, ремонт сияқты. Ремонт бітті бәрі. Бітті ма? Қайда тұқтадыңыз бәрін? Мынау кімнің медиктің комнатасы. Мына жерде отырып жұмысы. Керемет достар, қараңдаршы. Негізі нәқті тұрады. Сәтсә кірсің ғой. Заттардың бәрін нәқті қойып тастады, пока что. Кушет, заттардың барлығы. Массажный кабинет. Су кетіп қалған ғой аяқта. Детский массаж. Сосын су кетіп қалғаннан кейін полды қара енді. Кафельдің астына өтіп кеткен ғой. Енді аяқта алып тастадық. Әлі сып тұр екен. Аяқта Миллердің мамасы. Миллердің мамасы. Жалпы керемет. Склад. Склад па? Склад. Ісің оңды болсын, жемісті болсын, біраз адамның денсаулығының әдемі болуына себепкер бола бер осылай. Жаңағы жер ғой. Короче, осылай дәрі алатын болсаңдар келіңдер. Ақтау қаласы. Дәріхана бар, кішігірім. Дәрі сататын. Міне. Күшті. Лайк басыңдар достар. Керемет лайк басып көріңдер. Не? Сенікі Новый компьютер ма, новый компьютер. Новый? Осымен прямой эфир түсіремін қазір стримге шығамын. 1 FPS болады. Все, кеттік, давай. Жақсы. Удачи. Балабай. Дәулет Балабай. Иксит. Майк Миллердің иксит. Өзі ашыла ма кәні? Артын тұрасың ма? Қолым міне, компьютерде тұр екі қолымда. Өзі өйстіп тұрады. Кішкене тұрасың енді бүйтіп, заты ауыр заты көтеріп тұрасың ма? Қалай еді, ұмытып қалдым. Прикинь, мен оны ашылатын білмеппін. Өйстіп тұрасың ма, Ашылып көте ма? ашылып кететіні бар еді алдында. Білмеймін, мен де соны түсінбеймін ғой, короче, бірдеме істесең ашылып кетеді. Соны сұрауым керек өздерінен. Бір тепсе? Ашылшы, бейби, ашылшы. Достар, Шықпай қалды. видеода позор отыр Миллер. Өзім тұр едім. Қазір мен жауып тастайын. Жауып тастадым. Енді. Шаң басып тұр просто. Қарап ашыш оны неден инструкциясына. Құрсыншы. Ашыш. Итак, бассаң ашылады екен ғой? Тек бассаң ашылады. Сол. Мына кеше малдың етін алып берген ғой. Түсіндіре алмайсың ғой үйдегілерге. Новый мечтаға мал тасуға болмайды. Ондай тема жоқ бізде. Кеттік отырайық. Ай, бит, Маңғыстау айтады. Мынау Ақтау. Короче, мына жерде ремонт болып жатыр. Ақтаудың центрі деші қазір. Ақтаудың центрі. Короче, мына жерде тұр міне. Кімге дәріхана керек? Сол. Сондай тема. Короче, достар, міне мына жерден кіресіңдер. Миллердің үйіне шағын ғана рум-тур. Осы жерден кірген кезінде бізде мынандай, енді мажиктің үйінде лестница болады төбеге. Бізде мына жақта өзінің подвалы бар, бірінші этаж, нулевой цокольный этаж. Мына жерде бізде коридор. Светін қосайын, просто не ажым қап-қараңғы. Соңғы светін қосшы мын. Осындай коридор, мына жақта бізде асхана, оның бәрін дұрыстап көрсетеді Миллер өзі. Мынандай мына жақта туалет, ванна. Мужской, женский? Мына жерде. Толық рум-тур осының бәрін көрсетеді Миллер өзінің арнасында жалпы. Мына жерде осындай зал. Зал. Футаж.
осындай шағын ғана көрсетіп кетейін. И біз екінші қабатқа көтерілеміз мына жерде. Екінші қабатқа көтерілеміз. Мына жерде бізде өзінің машинасы тұр. Мына жерде баспалдақтар. Баспалдақ. Мынау не білем, біреудің курткасы. И екінші қабат. Бұл жерде де керемет енді. Неше түрлі бөлмелер бар. Осындай ар жақтағы бөлмелерді өзінің рум-турында эксклюзив достар. Мынау типа демо версия ғой. Мына жерде тағы да баспалдақ. Үшінші этажға көрейік. Мына жерде үлкен терезе бар. Мындай. Неше метр терезе жоқ. Осыны ауыстырдық. Вот. Осылай көтерілеміз. Көтерілеміз. Мына жақта бізде спальный бар өзінің. Толық рум-турда көресіңдер. Және де ойбай. Жақсы. И миллердің өзінің жұмыс істейтін жері. Не, даже аяғым дауыс шығып отыру үшін астына микрофон қойып қоямын. Аяғым дауыс шығыпсың деп. Ана осырған кезде там аяғым дауыс бәрі. Запись болады. Мына жерде бізде балкон бар. Ертең өзі ішіне шығып көрсетеді кәдімгідей. Мына жерде жазда тұрып, таза ауа жұтып там. Сол осындай үйі кішігірім осылай көрсетіп өттік. Толық рум-тур өзінің арнасында болады. Сен отырған кейін қызық күтті. Вообще ана стол дейтін быт-шыт болып кеткен ғой. Соны бір общий бір не қылсаңдыр. Бір стол подарить десеңдер толпамен. Қазір біз Миллер екеуміз Миллердің арнасына видео түсіреміз. Оны да Миллердің каналынан көрсеңдер болады. Описаниеда ссылкасы болады. Сол үшін жазыламыз Миллерге. Менде кімді канал тұрған? Мен каналым. Ранчо симуляторды салғанбыз бағана достар. Сол үшін аккаунтыма кіргем. И мына жерде қалып қойды. Сатам. Қаншаға сатасың? Қанша бір экситке ғой, тағы бар. Новый эксит салоннан. Біз үйде отырғанбыз ғой. Сосын ойлап қойдық та видео түсірейік та деп та. Тиктокқа видео түсірейік та деп. Контент жасайық деп андыршы. И нониді көрсетіп отқан қарасаңызшы. Көрсетейін ба? Ана Алатау бөктері деген бар ғой. Алатаудың бөктері. Да, ана фишканы. Фишкасы мощный ғой ең. Сөйтіп қатық қала ма? Ана шаршасын бала бар еді білесің. Именно сол жерінде қатық болады ғой. Қалай кайф істейді? Мен білмеймін. Алатау бөктері. Сен как будто қара жорға үйлеп отқан сияқты. Не да қара жорға. Сосын мынандай бар бір түрлі. Сол жақтың бір түрліге оң жақ адам келеді. Вот это четко. Соны түсірейін деп жатырық, короче. Жоқ, оны түсірмейміз. Да? Қайдан білдің? Хит болайын деп жатқан шығармыз өледім. Үйде ешкім жоқ. Айқайлап жүрміз сол үшін. Айқайлап. Ауи! Ауи! Тим айтатын еді ол. Ауи! Қара түсірші. Түсіретін. Уах. Изи тұрасың, но не да? 90 салмақпен? Иә. Төменге түсті. Жоқ. Жалай жоқ. Сен негізі паркур сағансың ғой. Паркурист болған ғой мен. Сәл айналасың ба әлі күнге дейін? Айналып. Айналып берейін ба? Жоқ, астыңға тарқатып көтермесің. Мен андай фишка істей аламын артқа қарай. Бочик. Мен с места үйренген жоқпын әлі өмірімде. Мен де үйренген жоқпын. Мен тіземен түсетін едім. Істей аламын ше негізі, бірақ істемегенмін да. Мен қайта тізеге түстім, үйренгім деген жоқтар. Колледжде істеген ғой бір ретте. Далада поляда ше, шөп, стадион ғой. Колледждің стадионы. Джинсы ғой. Переменде ғой. Бүйтемін да. Айналып қалған ғой. Мойынмен кірдім де ше. Бүйтсем ше. Не болды десе сосын? Не?
тұрып қалған ғой ана джинсым жап-жасыл болайын ше. Ай, жүрдім ғой колледжде сосын бүйтіп. Қара. Дәулет Челби. Қара. О, ма. Литвинге челлендж. Литвин істей аласың ба андай? Сосын да арқаға. Хоп. Ай, почти. Мына жерін қиып тастаймыз по-любому. Ана жерін қалдырамын ғой тек. Әдемі түскен жерін. Осындай тірлікпен айналысамыз біздер. Ютуберлер не істейді деп ойлайсыңдар ғой. Біз осындай зат істейміз. Осы жол түспейді қара. Тупа, шіркін ема. Не сен ойнату көреді кеше. Дәл басына тиген ғой. Ема көрмей қалдыңдар прикинь. Сен түсіріп үлгерім керек. Былайынан биттім ғой еще, видим ғой, короче. Аспан может батқан шығар деймін ғой. Былайынан тиген. Басыма тиген ғой былайынан. Шүп жәләрім деген видео көрдіңдер ма кеше ранчодан? Айтшал қашан шығады мына видео. Бұл видео көріп отырсыңдар ғой достар. Осы кезде шығып жатыр ғой, короче. Көріп отқан кездерінде шығып жатыр. А так дата жоқ ешқандай. Бұл әлемде сенен де мықты адам табылады, сол үшін көтін қысып жүр деген видео бар. Что за говно пультом? Мечтаң пультың. Сен 90 пультың көрек ша. Ақ көрмедің ба 90 пультыңды? Айдайтын адам бар ма үйде? Жоқ қысым. Ешкім айдабайды. Тұрғын. Еще фотосын жерден, кстати. Просто ма? Майра жерден, қазір көрсін. Міне. Ема. Подқарым күтіп тұр ма сені? Не сияқты? Порше панорама сияқты болып тұр ғой. Сен сияқты мен де дәл подъездің алдына қоямын ғой.